Ассаламағалейкум арна көрермендері, армысыздар. Біз сіздерге бүгін әлемдегі ең ұзақ өмір сүрген адам жайлы айтатын боламыз. Бұл қызықты ақпаратты естімес бұрын біздің каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Әлемдегі ең қарт адам бразилиялық Хосе Паулино Гомос. Ол 1895 жылдың 4 тамызында дүниеге келген. Өмірінің соңғы айы төсекке таңылған Гомос 28 шілдеде Коррего ду кафедегі өз үйінде ауру себебінен қайтыс болған. Ол 128 жасқа толуына бірнеше күн қалған кезде өмірден озды. Хосе өмір бойы мал шаруашылығымен айналысқан. Әлемдегі ең қарт адамның денсаулығы аса жаман болмаған болса керек. Өйткені ол 2019 жылға дейін ат үстінде болған. Оның 7 бала, 25 немере, 42 шөбере мен 11 шөпшегі бар. Бұл бразилиялық ақсақал әлемдегі ең ұзақ өмір сүрген адам. Алайда рекордын тіркетпеген. Сондықтан да қазіргі уақытта планетамыздағы ең қарт адам есебінде Испания тұрғыны Мария Бранас Морера. Қазір ол 115 жаста. Аталмыш видеомызды тыңдап отырған барша адамға Гомес қарияның жасын берсін деп тілейміз. Бізде де рекордын тіркетпегені болмаса, 100-ден асатын қарттар аз емес болса керек. Ондай ақпаратты білсеңіз, біздің пікір алаңымызға міндетті түрде жазып кеткейсіз. Келесі қызықты ақпаратты бөліскенше, есендік, саулықта болайық ағайын.